Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында қалай гранула жасауға болады, соның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. 100 грамм сары майды алып, ерітіп аламыз. Ерген сары майымыздың үстіне 3 ас қасық табиғи балды қосып ерітеміз. Балды еріткенде міндетті түрде араластырып тұру қажет. Араластырмаған жағдайда жабысып қалуы мүмкін. Біздің сұйық массамыз осылай қайнаған кезде, оны біз 300 грамм хлопьяға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Өз қалаларыңыз бойынша сухофрукты салыңыздар. Менде жаңғақ, мүйіздер болды. Граммы оның маңызды емес. Егер де достар, сіздер жаңғақтың соленый түрін қосатын болсаңыздар, тұз қосудың қажеті жоқ. Егер оны қоспасаңыздар, жарты шайнай қасық тұз қосып жіберіңіздер. Осылай бір тегіс етіп, пергаментный қағаздың үстіне төсеп шығамыз. 160 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Яғни біздің хлопья золотисты, яғни қызыл түске енгенше. Және де міндетті түрде қарап тұру қажет. Арасында беті қызарған кезде оны араластырып, астың бөліктерін бетіне шығару керек. Сонда барлығы бір келкі болып қызарады. Достар, міндетті түрде бұл гранулаларды жасап көріңіздер. Магазиннен сатып алғанша өздеріңіз қолдан жасаған жақсы болып шығады. Әрі пайдалы, диета ұстаған адамдарға да жепсе болады. Балаларға берсеңіздер де болады. Сүтпен немесе табиғи йогуртпен іше берсеңіздер болады. Мен сіздерге осыны гранула жасап көруді ұсынамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Зейнеп.